байланысты ғой, шыны керек. Өзімде. Енді жалпы соны не істейміз? Өйткені қалаулым жобасында қатысушы болып отырсың, үміткерлер келіп жатыр, бірақ бұл кәдімгідей бір мәселе болып тұр. Үміткерлер бұл дүниеден қорқады негізі. Сен үшін де қиын дүние. Иә, бәрін түсінемін негізі. Енді өмір болғаннан кейін әр адам бұл өмірде ғашық болды ғой деп ойлаймын негізі. Сол себептен тек уақыттың geçісінде деп ойлаймын негізі. Басқа ешқандай айтарым жоқ. Мүмкін қатысушылар бір пікір қосып, ақыл кеңестерін бере жатар. Мейірбек. Тыңдап көр. Микрофон. Аша ханым, қош келдіңіз. Негізі мен кеше ғана осылай болатын білгенмін. Өйткені кеше айтып кеткенде жас мәселесінде де көрініп тұрған шығады. Өйткені жаңыз өзің жауап беріп кетші, мен де сол жас мәселесі білінді ме әңгіме болып жатқан кезде? Жоқ, ондай жас мәселесі сөйлескен кезде білген жоқ. Негізі қыздың ішкі дүниесі өте нәзік, сондай кішкентай қыз сияқты әңгімелестік. Яғни сөйлескен кезде ешқандай мынандай барьер дейді ғой. Ондай сезген жоқпын. Ал сен осы жағдайдан кейін анаңмен жалпы сөйлестің бе? Осындай, мысалы маған болашақта осындай 30-35 жаста үміткер келсе? Бірақ әрине сөйлестім, анам қарсылығын білдірді. Негізі мен осы сұрақты сол үшін қоямын. Әрине кеше айтып кеткендей, ата-ана сонда да өзінен жасты немесе кіші болған қалайды. Сондықтан біліп келген жақсы болды. Демек, талабың өзінен кіші болса, иә? Иә, негізі жаста немесе кіші болса. Шыны керек, нақты жасын айта кетсең. Анам өзінің қарсылығын білдірді. Болашақта егер таныстық болып жатса, жас мәселесі мүмкін әсер етуі мүмкін деп білдім. Өйткені сол анаммен ақылдасқаннан кейін. Ал нақты қанша жасқа дейін болу керек? Максималды түрде. Құрдас қой, құрдас. Құрдас. 39 жыл болса қабылдай алмайсың. Мүмкін, иә. Неге? Бірақ ол, шын айтсам, мен оған қарсылығым жоқ 1-2 жасқа. Бірақ анамның кеше қарсылығын көргеннен кейін енді бұл өмірде анамыздан артып ешкім жоқ, жақын адам жоқ. Сол себептен енді анамның көңілінен, яғни бұл өмірде бала болғаннан кейін анаңның разылығын алу керек. Сол себептен одан артып кете алмайды. 1-2 жыл деген менің ойымша ештеңеге қарамайтын сияқты негізінде. Ол жайлы Әлібектен де сұрайық. Себебі Әлібектің ата-анасы да менің ойымша бұндайды ойламаған. Дегенмен нағыз махаббатты, нағыз сезімді көргеннен кейін және қыздың жақсы екендігіне көз жеткізгеннен кейін бірден разылығын берді. Иә, өзінің, менің ойымша. Иә, мен де басында дәл осы ойлағам. Мен 2 жас үлкен қыз келсе, мен басында айтып кеттім ғой, маған үлкен қыз керек жоқ деп. Мен ойлаймын, ол жай ғана сылтау деп. Егер де қызбен жақсы араласып кетсең, егер бауыр бассаң, егер ол жақсы көрсең бір-біріңді, жасқа қарамайды екенсің. Сен де ата-анаңды? Иә, мен ата-анама түсіндіріп айттым. Камила мені жақсы көремін, ол да мені жақсы көреді. Бізде бәрі жақсы болады деп. Түсінікті. Бірақ енді әр жағдайда ерекше және бөлек жағдайды қарастыру керек. Жарайды, ендеше келесі үміткерді күтеміз, Жандос. Уайымдама, бәрі жақсы болады деген үміттемін. Орныңа барып жайғаса ғой. Біздің тосын сыйлар таусылмайды, енді басталды деп айтсам да болады. Өйткені қазір тағы бір тосын сый келіп отыр. Ортаға шақырайық ендеше. Сыйлық келді. Рахмет қатысушыларымыздың біріне. Не екендігін мен білмеймін. Көп сөзбай, бірақ мен бірден тапсырайын, бірге көрейік. Бақытжан аға, келіңіз. Хат. Оқисыз ба дауысты? Сіз оқымаңыз. Жақсы. Бақытжан, үшінет белгісі. Қалаулымды қараймын, қалаулымға бармаймын. Бірақ сізді ойлаймын. Осы сыйлығымды қабылдап 20 килограмм салмақты тастайды деп ойлаймын дейді.
Ізгі ниетпен Ж.Э.К. дейді. Білмеймін, кім екендігін есімін жазбапты. Ж.Э.К. есімі Әден басталатын болар, мүмкін Эльмира болар. Білмеймін енді, Эльдана, Элеонора, Эсмеральда. Қызық екен.